аса тылсым, таңғажайып сезімдер сыйлайтын, тарихы тереңнен тамырлатын Үндістан. Кейбір адамдардың санасында бұл ел кедей, лас және хаосқа толы деген ұғым қалыптасқан. Бірақ менде бір ой болды. Мұралар мен сарайларға толы, орта ғасырлық дәуірден бері сәулетімен көрікті Джайпур қаласымен танысу. Одан бөлек антисанитариялық жағдайда жасалған дала тағамдарының дәмін татып, Менің ойымша, енді өрт қалмайтын шығармыз даланың тамағын жеп. сіздерге біздің басымыздан өткен қызықты әңгімелерді баяндау. Только немножко как ушки на макушке. Және Үндістан біздің өмірімізден әлде қайда алшақ жатқан жеке дара әлем екенін сіздерге көрсету. Үндістан. Мың ұлт пен 100 тілдің, мыңдаған дін мен 2 миллион құдайдың елі. Адам баласының бесігі, адам сөзінің туған жері. Тарихтың анасы, аңыздың әжесі, дәстүрдің арғажесі. Марк Твен. Таңғы сағат 7:30 біз Дели қаласынан Джайпурға аттандық. Түні бойы ұйқымыз қанбады, өйткені біз таңдаған отель өте сасық болды, жастығын иіскеп құсқымыз келді. Арзан отель алсаң осы. Қалай ойлайсыз? Тауыққа келсем әлі ұйықтаған жоқпыз. Көздеріміз ісіп тұр. Көздеріміз ісіп тұр. Ал Джайпур туралы сіздерге қызықты ақпаратты сосын айтамыз. Дели қаласында қонып, таң атпай Джайпурға жол тарттық. Джайпур қаласына Делидан 5 сағаттай жол, 273 шақырым. Ал Үндістанның астанасы Дели қаласына Алматыдан біздің басы серігіміз Flyerstан авиакомпаниясымен тікелей рейспен ұшып келдік. Альберт Камю айтпақшы, саяхат өзімізді қайтадан іздеп табуға арналған ең ұлы ғылым. Сол үшін достар, Flyerstanмен бірге әлемді аралап, ел көріп, жер көріп, өзге елдің ерекшеліктерін таныңыз. Билеттер барлық бағыт бойынша Flyerstan app және flyerstan.com сайтында қолжетімді. Бір жарты сағат өте біз үндістердің Макдональдсына келдік, өйткені қарнымыз аш, таңғы ас ішпедік. Отелімізде жеуге қорықтық. Ал енді бұл жерде ең қызығы, мысалға Макдональдстар болсын, KFC, Burger King, бұлар өте ашты. Мысалы қазақстандықтармен салыстырған, Қазақстандағы бургерлермен салыстырғанда 10 есе ашты. Біз Реджистанның астанасы Джайпур қаласына келдік. Дала деген ыстық 40 градус. Джайпур қаласына келе сала біз біріншіден қонақ үйге кіріп шыққанымызды жөн көрдік. Это один из самых красивых мест в Джайпуре. И слава богу, что вам понравилось. Өйткені кеше түнде арзан қонақ үйге қонып, дұрыс ұйықтай алмадық. Шынымен де арзан қонақ үйді таңдағанда қай жермен ойландым. Хай. Бекер таңдадым. Ана дүниеге барған кезде ойлайтын шығармын. Қу басымай, бас істемеген қиын екен ғой деп. Сол қонақ үйді сіздерге көрсетіп кетсем. Мен Үндістанның Дели қаласына ұшып келдім. Шығар алдында бір керемет бір күшті отельді забронировал. Фотоларына қарасаң керемет. Бұл жақта қону керек деп шештім. Бірақ бағасы 5000 теңге. 2 адамға. Бір адамға 2,5 теңге. Бірақ фотолары біздің Алматыда 40 000 теңгеден тұратын отельдер сияқты. Бір сомнение болған жоқ. Енді бір үндістер алдамайтын шығар деген сияқты. Сөйтіп, бізді таксист бір қызық жерге әкелді. Әкелген жерлерін сіздерге қазір көрсетейін. Ожидание реальность болды ғой, ожидание реальность қазір сіздерге шын көрсетем. Іші деген вообще тема. Осылай көтерілесің. Мына жақта бүйтіп тұрасың, секіріп кетесің, астына барып тамақ жейсің брекфаст. Дальше көтерілесің. Бұл біздің этаж. Енді этажды қараңыз, матрасты қараңыз. Матрасты мына жаққа не істеп кеткенін енді жігіттер ғана білетін шығар. Енді бұл біздің номеріміз 306. Bombastic side eyes. Ожидание реальность. Кондиционердің орнына бізде мынау, атын ұмытып қалдым. Кондиционерлер істемейді, просто декоративный зат қой. Енді қазір сіздерге душты көрсетейін. Bombastic side eye. Мынау біздің туалет, мынау бізде душ. Жуынам ба деп ойласам, жуыналмайтын болдық. Осылай су толтырамыз да бүйтіп. Суды алып, бүйтіп жуынамыз таңертеңгісі.
Букинға сенбеңіздер, 2,5 мың теңге, 5 мың теңгеге отельдер алмаңыздар, достар. Құдайға шүкір, осы күнге де жетеді екенбіз ғой. Номер деген енді керемет. Нұржанның іші ауырып қайтын туалетке кіріп кетті. Енді кешегіден салыстырғанда бұл жер мен көктей. Қазір көрсетемін сіздерге. Төсектеріңіз қара, төсектері қандай, керемет. Енді кішкене ортасынан бөлінген екен, нормально, бізге нормально. Бүйтіп отыратын жері бар. Сосын терезені ашамыз да, терезеде не бар екен? Терезеден су көрінеді, өте нормально. Әйтеуір душқа түсетін болдық, өйткені кеше кішкене қиындау болды, өздеріңіз көрдіңіздер қандай екен. Жуын алмадық, бір-ақ сағат қана ұйықтадық. Ал қазір сіздерге енді Нұржанның любимый жері уборный көрсеңіз, вошрум. Отыруға өте ыңғайлы екен. Кешеге мен қорқып отырмап едім, себебі отырсам сифилис шығып кететін сияқты болып. Маған енді тамаша, керемет. Ал Джайпур қаласының жақсы қонақ үйінде тоқтағанымызға өте риза болдым. Саяхатымызды қалада бастамай тұрып, сіздерге Джайпур қаласы туралы айтып кетсем. Біздің әрқайсымыз өмірімізде кем дегенде бір рет Үндістанның қызғылт Джайпур қаласы туралы естіген болатын. Одан бөлек, бұл қалада Ананди телехикаясы түсірілген. Джайпур Раджастхан штатының астанасы және ең үлкен қаласы. 1727 жылы Джей Синг екіншісі қаланың негізін қалаған болатын. Бір қызығы, қала да оның атын алған. 1876 жылы Уэльс ханзадасы Джайпурға сапармен келген кезде, оны қарсы алған үшін бүкіл қала қызғылт түске боялған. Және осы оқиғадан кейін қаланың аты қызғылт қала ретінде белгілі. Ал қазір ол туристерді сақталған сарайлармен, храмдармен, бекіністермен және ескерткіштермен өзіне тартады. Джайпурды қызғылт қала деп бекер айтпаған. Ең бірінші нүктеміз Джайпурдың солтүстік маңында орналасқан Амбер форты. Бір 1592 жылы салынған фортты кейбіреулер Амир деп те атайды. Оның атауы Амба құдайананың құрметіне қойылған. Ал бекініске біз пілмен көтерілдік. Енді пілге отырып көрмеген адамға, маған, бұл оқиға бүкіл сапарымыздың ең жарқын сәті болды. Өмірімде бірінші рет пілге мінейін деп жатырмын. Шоке. Нала арттан қалмай қалды. Давайте. Бірінші рет пілде. Так, вот это, смотрите, сзади, здесь в Джайпуре самая главная точка, называние Амир форт. И рядом вы можете видеть, есть Джаггар форт. Джаггар форт для охраны строили, Амир форт, где королевская семья, они там жили. И это здесь в Джайпуре самая главная точка, которую вы видели, и мне очень-очень понравился, это лучший. Өмірімізде бірінші рет пілге мініп, пілді өмірінде бірінші рет көріп жатырмын. Енді бірінші рет емес, кішкентай кезінен зоопаркта көргем. Енді қазір соның үстінде кішкене бас айналып жатыр. Қараңыздар. Қандай эмоциялар? Бас айналып жатыр. Қасымызда адамдар көп. Арттан қалмайды осындай кісілер сатып. Енді бұлар сөйтіп өмір көреді, өмір сүреді. Туристерді алдап арқылы. Дұрыс па? Сондай. Алдап жатыр деген қалай болады екен? Алдап жатыр деген кезде енді үстіне бағасын қосып бір рупий қалады да, оны сосын 100 рупийға сатады дегендей ғой. Оны о жағынан ондай бар екен.
Көтерілу кезінде бізге Маота көлінің ортасында орналасқан бақтардың әдемі көрінісі ашылды. Сарай кешені көптеген бекіністерден, храмдардан, бақтардан және павильондардан тұрады. Ал олардың құрылысы 2 ғасырға жуық уақыт алған. Бұл сарайдың сырт келбеті өте аралас әсер қалдырады. Бір жағынан алынбайтын бекініс қабырғалары, екінші жағынан керемет аркалары, ежелгі мозаикасы, айналары, су бұрқақтары және көптеген құпияларды жасыратын бөлмелері бар нағыз шығыс оазисі. Бекіністі салу үшін жергілікті құмтасты пайдаланған. Осы ашық сары жыныстардан жасалған қабырғалар іс жүзінде оларды қоршап тұрған панорамамен біріктірілген. Әсердің күшті болғаны соншалық, әмберді алыстан көру мүмкін емес. Мұндай шешім кездейсоқ қабылданбаған. Жиі әскери шабуылдарда ол үлкен қорғаныс рөлін атқарған. 15-16 ғасырда салынған шаһарға бұл жер өте күшті сақталып қалған. Патшайымы жоғарыдан отырып, қарап, гүлдің лепестогын розаның лақтырған екен. Сонда бір қызықты факты бізде гидіміз айтты. Не үшін лақтырғанын білмеймін, айтады ол типа гостеприимство, қонақжайлық дегенді көрсетеді екен. Бірақ та сырттан қарасақ дизайны өте керемет. Біз қазір осы Форт Амбердің ішіндегі гарем Камасутра деген жерге келдік. Бұл жерде үнді патшалары өздерінің әйелдері, өздерінің қыздарын ошақта қалдырған болатын. Бұл жерде жоғары жақта 12 комната, астында 12 комната. Және гидтің айтуы бойынша бір қызықты факт, түнде айдың сәулесі түскен кезде бұл жерде бәрі жиналып би билейді екен. Шалунишкалар. Тағы бір қызықты жайт, бұл жерде мысалға оның 12 қыздары болса, патша отырады, сосын қыздар өздерінің көздерін байлап, патшаны іздейді. Прятки болғандай патшаны іздейді. Кім бірінші патшаны табады, сол патшамен бірге ар жақта оның бөлмесі бол, сол бөлмеге барып, не істейді екен? Комментке жазып кетіңіздер. Бұл жерде 45 туалет орналасқан, адамды бұл тек әйелдерге ғана арналған болатын. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ан жақта бұда болу керек сияқты. Сөйтіп 45 туалет дәретхана болған екен. Нұржан әкеміз біздің осы туалетте көру үшін ғана келіпті осы жаққа. Индияға мен тек осы үшін ғана келдім, себебі 45 әйелді бір мезетте дәрет сындырып отырғанын көру, ол мен үшін бір ғанибет сияқты. Брат, мен кете берейін оға. Мен не өтқанын түсініп атқан жоқпын. Сіздермен бірге фотоға түсейін десем, бұлар алдыда мен басын бір нәрсені байлап жатыр, өздерінің бір қызық нәрсесін қоямыз дегендей. Okay, you know Bollywood actor Shah Rukh Khan? Yeah? Sarki. You know Bollywood actor Shah Rukh Khan? Yeah? Yeah. Yes, okay. I sing Shah Rukh Khan song. तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ आए, कुछ होता है, क्या करूँ आए, कुछ होता है, ना जाने कैसा एहसास है, कुछ दी नहीं है, क्या प्यास, क्या करूँ आए, Күннің шыжынаған ыстығынан терлеп, дала және қолдың дәмі қосылған балмұздақтың дәмін көрмекші болдым. Зайка, зайка, зайкидар, зайкидар, зайкидар. Мынау біреудің тырнағы сияқты. Бәлә! Бәлә! Жулмаған қолын дәмі. Да?
Біз қазір маймылдардың отанына келдік, маймылдардың жүретін жерлеріне келдік. Біз камера көріп, камераға ақша төлесін дейді. Камераға 450, екі телефонға 100 рупидан. Сонда общий 650 рупи шықты, 600 рупині 505-ке көбейтеміз, ол 3000-4000 теңгедей контент үшін төлей бересің ғой. Бейт. Контент үшін төлейміз, контент үшін тамақ жейміз, контент үшін бәрін істейміз. Маймылдардың жері десем достарым ренжи ма? Ренжімейтін шығар. Бұл жерде Үндістанда сиырлар өте қасиетті. Өте қасиетті. Оларды құрметтейді, оларға сиынады. Оларды жеуге болмайды. Сүті олардың өте пайдалы деп священный дейді. Священный қасиетті. Өзімнің ауылымда жүрген сияқтымын. Ауылға бармағалы көп болды, бірақ есі ауылдың есі. Бұл сиыр артымыздан келе жатыр. Бағанадан бері артымыздан келе жатыр. Типс. Бізді ұнатып қалған сияқты. Қазір қара. Кірдік, көреміз енді не болатынын. Тексеріп жатыр, өтірік алдап жатқан жоқ па деп. Бұл жерде маймылдардың жүретін жеріне ұқсамайды. Негізі маймылдар жүретін жерге ұқсамайды. Мен өзімнің мысалға жас кезінен маймылдар тек ағаштар ұзын, ормандарда ғана жүреді деп ойласам, бұл жерде қараңыз түк жоқ. Біздің Алматы облысының таулары сияқты ағаш аз, таулар көп, тасты таулар. Енді білмеймін, қазақтар Үндістанға көп келу керек. Үндістанды Қазақстанмен салыстыру керек. Мысалға менің ойымша, бізде де Қазақстанда 1,5 миллион адам тұрса, бізде де осылай лас тұратын едік. Одан да нашар тұрмасақ, жақсы тұрмаушы едік. Негізі менің ойым сондай. Өздеріңіз көріп жатсыздар, топан су басып жатыр, жолдардың бәрі быт-шыт. Бірақ мысалға Қазақстанда жолдардың бәрі быт-шыт. Бұл жерде жолдары түзу бұл жерде. Сіздерге ол туралы бөлек айтамын. Мусор жағы, мысалға комментарийларда, тиктокта, инстаграмда жазып жатыр. Ярасыл, ана жақта мусор, лас. Бізде де лас қой. Мысалға барахолкаға барыңыздар, тура солай. Тура осында сондай жағдай. Мысалға тауға шығамыз, көкжайлауға мусор. Біз олардан асып түспесек кем болмаймыз. Әрі қарай біз маймылдар ғибадатханасына бардық. Monkey Temple. Енді Қазақстанда жоқ маймылдарды көру қызық қой. Қара, мына жерде. Қара, жестко қарап отыр. Брат, саған ұқсайды екен. Қарасайшы. Негізі бұл жерді үндістер киелі деп санайды екен. Сондықтан ғибадатхананың суына қуана суға түседі. Осы жерде біздің жолымызда бір қария кездесіп, өзіне шақырып, осы жердің қасиетті жерлері туралы айтты. Бұл жылан сияқты. Сосын жыланның жұмыртқасы сияқты жасаған екен. Бұл же бізге су жасадық та, сосын оны дұға оқыды. Бұл Шиваның Шива. Сосын маңдайымызға тилактар нүктесін қойып, қолымызға қызыл жіпті байлады. Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Dvaja Mangalam Purnikakshai Mangalai Tanu Hari. Не отқан түсініп отқан жоқпын, бірақ өте қызықты. Индуизмде адамның ойлары мен тілектері таза болу керек деп саналады. Және бұған адамдарға қызыл жіп көмектеседі екен. Бұл адамдардың аурасына жағымды тербелістер келеді. Қызық. Кісіден шықтық, ол кісі бізге маңдайымызға бір точкалар жақып кетті. Бұл индуизмде жолдарыңыз ашық болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Қазір басқа қалаға барған кезде дұғалады. Енді жолымыз ашық болады деп үміттенеміз. Бірақ біз мұсылманбыз. Қызық қой, кіре саласың ғой. Сына жақсы комментарий жазады, сендер анасыңдар, мұндайсыңдар деп жазады. Сендер шоқынған қазақсыңдар деп ше. Қарнымыз ашып, ресторанға барып, түскі асымызды ішпекші болдық. Так и что, мне нужно здесь стоя очки или нет? Очки не надо, очки.
Шучу. Это как называется? Я Знаете, шучу. крутым даже... Я знаю, шучу. Мы сейчас в Джайпуре, и здесь самое популярное место, самый популярный ресторан, название Green Pigeon. Да, это популярный. Здесь вы увидите разные... Секундочку. Джейпурдағы ең танымал ресторанға келдік. Бұл жерде өзінің бір фирменный тамақтары бар дейді. Соны қазір дәмден татып көреміз қалай екенін. Мен айттым, маған бәрібір ащысына келе бер, аш демесінде келе бер. Біз гурманбыз, біз саяхатшылармыз, біз бәрін дәмін татып, қалғанын жейміз. қалған жейміз. Жыласақ та жейміз, жыламасақ та жейміз, дәмін көреміз. Саяхаттаудың ең қызық жері сол деп ойлаймын. әр елге барып өзіңнің танитын ғана тағам жесең, онда сенің дүниетанымың бір артпайды секілді. Бұл да бір мәдениет қой, тамақ жеу, тамақтану деген. Сол үшін тема. Кола харам, бұлар Израиль жасап жатыр деп шығады. Самое первое хочу вам рассказать, это здесь в Джайпуре не только один ресторан, который очень популярный. Ну, в Джайпуре, конечно, много есть. Ну, здесь, как я знаю, лучше всех они продают услуга очень хорошая, чисто. Вы вокруг можете видеть, еще туристы есть. Да, и очень низкий сезон, но туристы вы можете видеть сзади. Все здесь есть. Ну, почему? Потому что, конечно, они что-то продают, и что-то, значит, качество продают. Поэтому. А здесь, в Раджастане, самое популярное блюдо – красное мясо. Красное мясо на английском лал мас. Красное мясо почему очень популярное? Потому что специально используют коза. И специально они используют для этого красный дикий перец. Я сам для себя заказывал красное мясо. Я сам увидел, ну, острый это правда. Ну, потому что в Индии без острый как можно? Мы все привыкли. Да, и если вы видите маленький ребенок, ему то и острый нужно. Ну, потому что все привыкли. Вкус здесь лучше всех. Это я вам даю гарантию. Поэтому я всех рекомендую. Класс, попробуем. Конечно. И для вас, которые вы для себя заказывали тандури чикен, вы увидите, как сочный, очень свежий, сочный, вкус как супер. Для вас я себе заказал. Для вас что я заказал? Мург малай тикка, без костей. Да. И очень сочный, вкусный и не острый. Меньше нуля. Вот смотрите, очень вкусное, сочное блюдо. И запах как вау. Чикен тандури. Вот это чикен тандури. Тандури чикен. И там есть мург малай тикка. Это для меня лал мас, который в Раджастане, не в Джайпуре, в Раджастане самое популярное блюдо. Лал мас значит красное мясо. Так, чуть-чуть, да? Да, почему чуть-чуть? Это твое много. Возьми мясо. Кәдімгі Давай вам тое. түріне қарасақ, қатты ащты сияқты, қызыл. Бисмилля. Как называется? Красное мясо. Лал мас. Самая знаменитая, да? Да, очень. Как вкус? Тает во рту. Тает во рту, говорю. И что это значит? Это значит очень мягко, когда кушаешь. Да, точно. Но что-то не острое же. Торг, серьезно не острый? Да? Я еще индусом стал? Не знаю, потому что я, как знаю, это острый очень. Для меня нормально, для вас, наверное, острый должен быть. Не острый. Ну тогда хорошо. Нан. Как называется лепешка? Нан. Нан. Да, нан. Хлеб. У нас тоже нан? Да. У вас то есть, да? Нан. Нан у нас тоже? Да. Айта алмадым. Нанмен жеу керек. Тоясың. Тоясың. Соңғы рет болған кезде осы мен чикен тендурины өте қатты сағынған болатын. Бізде бар, бірақ бізде осылай жасалмайды. Это у нас нет, это, как я знаю, в мире говорят, что королевское мясо. Да, вкусно очень. Баран, Хандардың еті дейді. коза. Специялары, мысалы қалай айтсам екен, басында ашты болады. Одан дәмі ашылады. Ана ашты деп ойлайды екен, ашты емес негізі. Ашты деп ойлайды, қып-қызыл. Я қатты ащы емес екен. Бұл екен. Чикен тандури дейді. Осыны сағындым қатты.
Вот, давайте познакомимся. Он мой хозяин, извините, пожалуйста, он хозяин ресторана. Его имя Арджун. Арджун. Он здесь серьезно очень популярный человек здесь. Почему он очень популярный? Потому что сколько гидов есть здесь, все ему знают. Не только здесь, в Дели, в Агру, все знают. Если туристы хотят, давайте мы сейчас будем в Джайпуре, тогда где можно есть? Тогда мы только рекомендуем ему. И все. Потому что мы знаем здесь лучше всех блюда. И услуга очень хорошая и чистая. Если сам можете видеть, вам все здесь очень понравится, да? Да. Вот так. Шукрия. Сейчас покажу вам здесь еще одна точка, которая очень популярная в Джайпуре. Название Гатор ки Чатри. Это значит королевская крематорий. Королевский крематорий только для королевской семьи, который через 15 минут вы увидите. Когда мы там будем, я все расскажу вам там. И вы можете снимать фото, видео. Красивое место, вам понравится. Там сжигают людей сейчас? Нет. Это просто, да? Это просто. Ну, раньше крематорий были, но только для королевской семьи. Қазір біз тамақтанып алдық, енді қаланы дұрыстап, күшпен, энергиямен көреміз деген ойдамыз. Иә? Біздің келесі нүктеміз Royal Гайтур, корольдік кинотофиялар. Басқаша айтқанда, корольдік қабірлердің шоғыры. Джайпур қаласының орталығынан бірнеше минуттық жерде. Гатора ки Чхатрян. Бұл жерді ұзақ уақыт басқарған Раджуп руы Качфақ үшін крематорийге бөлінген аймақ. Мұнда сіз бай сарайлар мен әсем безендірілген мұнараларды таба аласыз. Негізі осы жерге туристер аз келеді. Бұл жерде ислам мәдениеті мен индуизм мәдениеті толысқан керемет мәрмәр тасын жасалған нысанға келіп жеттік. Мысалға қазір сіздерге көрсетеміз. Өте әдемі қолмен кесіліп жасалған мәрмәр тасы. Бұл жерде патша отбасысын жағып, солардың күлін алып, Варанаси өзеніне апарып, сол жаққа бүйтіп күлін төккен екен. Бірақ аз мөлшерде күлдерін алып қалып, ошаққа әкеліп, бүйтіп себеді екен. Сепкен екен. Бағана айтқандай, бұл жерге келіп, кішкене Варанасидан жаққан күлді ошаққа сепкен екен, бүйтіп осы жерге сепкен патшаларының күлдерін. Бұл жерге шыққанда аяқ киімді шешіп шығу керек. Басқа мемлекеттің мәдениетін, басқа мемлекеттің дәстүрін біз саяхаттаған кезде құрметтеу керекпіз. Бұл ең бірінші заңдылық саяхатшылардың. Мұнда сәулет өнерінің тамаша үлгілері бар. Әрбір қабірдің үстінде Чхатри деп аталатын қолшатыр тәрізді күмбез бар. Бұл үнді мемориалдарында немесе кремация орындарында жиі кездесетін құбылыс. Ең әсерлі құрылымдар мәрмәрден жасалған, ал басқалары құмтастан жасалған. Кейбіреулері күрделі оюлармен, пілдермен, шайқас көріністермен және табиғат элементтермен безендірілген. Шынымен де жан тыныштығы сезілетін жер екен. Керемет. Қазір біз орталықтың ішіндеміз. Нағыз Джайпурда тұратын адамдардың өмірі туралы танысамыз. Не істейді, қалай өмір сүреді, және күнделікті не істейді екен туралы. Где мой телефон? Телефон потеряли? Нет, телефон в машине. Телефон в машине, его зарядка. Давай. Здесь вы можете видеть маленький магазин, где они почти все продают. Почти все значит, здесь вы можете видеть маленький табак есть, конфеты есть, вот это конфет есть. А здесь, смотрите, индийские чипсы есть, которые популярны здесь. Кто очень любят. Таких магазин маленький, очень много у нас есть. Где люди, когда они хотят что-то, так можно купить. Очень как легко, не проблема. Табак давайте купим. Жевательный табак. Не надо. Это нехорошо. Лучше пан, да? Да, лучше пан, Да. масала пан. Вот это все вы можете видеть вокруг базар. Здесь, если сезон свадьбы или сезон праздник, тогда очень много людей всегда вы увидите по дороге, в базаре. Ну сейчас почему нету? Потому что жарко очень. Пробуем. Хотите попробовать? Давай. Давайте. Что это такое? Я хочу вам рассказать, вот это есть жареная лепешка, внутри есть чечевица. Чечевица? Да, чечевица. Вот это тоже чечевичные, и вот это есть картошки. Картошки, и потом вот нутрошок, и потом это как со соусом они дадут всех условий. Если хотите, можно попробовать. И вот это самое популярное название самса. Вот здесь есть самса. Вы знаете самса, да? Внутри картошки есть. Вам, если нормально острый, тогда давайте можно попробовать.
Россия емес қой. Казахстан. Казахстан. मतलब भाषा एक ही जैसी. Так, и что вы хотите здесь попробовать? Самса или водка, качори, как я вам рассказал, как жарят или пьешка. Внутри чечевица есть. Вот Монголия, значит, через как они это готовят. Здесь все, вы можете видеть, очень жарный, использовали очень много чечевица. А вот и что, да, тоже. И потом здесь вы можете видеть картошки с картошком. Что вы хотите? Давайте, наверное, вот эти попробуем. Чуть-чуть только возьмем. Да. Только это, да? И все. Так, смотрите. А он вот чечевицу, что он будет макать или не будет руками макать? Ну почему? На руками? Нет, вот это нет. Это другое. Да, нам здесь... Это другое. Это никак, это не панипури. Вот это? Мангори. Это название мангори. Мангори жимес, казер. Мангори жимес. Дай мне этот Ну, 100 грамм нормально? Нет, можно поменьше можно сделать. 50 грамм нормально? Сэр, Мангори дегенді жеп көреміз, ағашқа жасап жатыр. Қолын көрсет жасап жатқан. Вот можно вот это сделать, да. Пусть он так же вот это сделает тогда. Вот такой, да? Да. Хорошо. एक और लगा देना सर यही सेम. लगा दो एक पकौड़ी आटा में. हाँ पकौड़ी. Возьмите, и можно сейчас попробовать. Чуть горячий, и вкус очень вкусный, это правда. И потом расскажите нам, как вкус. Чуть-чуть горячий, потому что свежий. Горячий. Чуть-чуть, потому что свежий. Смело. А? Снимаешь? Давайте. Острые, жарные, вкусные, с луком. Это сок. И что? Остро. Но я вам уже рассказал остро почему, потому что там он добавлял немножко зеленый чили сос. А что? Нұржан тұр бұзылып кетті. Обалдеть. Жайпурды аралап жүрміз, Жайпурдағы тамақтардың дәмдерін татып жүрміз. Менің ойымша, енді өр қалмайтын шығармыз даланың тамағын жеп. Бұларда антисанитария, аяқтарымен, қолдарымен бәрін жерлерін ұстай береді, жасай береді. Бағана өздеріңіз көрдіңіздер. Мен соны жедім. Кешке дейін ауырып қалмайын ба деген үміттемін. Кеттік, дальше жейміз тамақ. Смотрите, как он делает. Вот, самое популярное блюдо в Индии, который вокруг. По дороге вы можете видеть, и как можно есть. Посмотрите меня. Острый, это правда? Да. Давай. Вот. Как вкус? Не острый? Не острый? Нет? Почему не острый, знаете? Потому что он здесь уже добавлял для вас немножко сахарный сироп. Поэтому, если вы обычно хотите, тогда очень острый. Обычно хотите? Попробуй. Острый, давай попробуем. एक तीखा खिलाओ तीखा होना चाहिए और तीखा ही होना चाहिए वो तीखा मांग रहे हो это серьезно очень острый давайте посмотрим не острый серьезно ох вы как индийский человек да для меня острый вам не острый еще хотите попробовать и все Все, я 40% съем. Все. Все? Вот так я первый раз вижу, что человек из Казахстана ему не острый. Серьезно. Я в шоке сейчас. Потому что мне острый очень. Он сказал мне нормально. Ну так, хорошо, молодец. Шүкрия. Үндістанда жол ережесін қадағаламайды. Быстрее. Қашаймыз. Кино. Так, давайте сейчас немножко я вам расскажу про Дворец ветров. Вот, смотрите там.
Дворец ветров в Джайпуре один из самых главных точек здесь, который Джейсинг строил в 1799 году. Здесь ее сделали красную камню, 958 окна здесь строили, поэтому место название Дворец ветров. Сейчас можно снимать, потом, когда мы пойдем внутрь, вам там все расскажу. Хорошо, снимайте. Да, и у него есть хороший, шикарный магазин, где вы что-то хотите, можно купить. Хорошо? Пойдемте. Давайте пойдем. Он нам приглашает сейчас на чай тоже. Сөйтіп біз Мәкеңнің досын көрдік, ол бізді өзінің магазиніне шақырып, шай ішіңдер дейді да. Ондайдан біз қалмаймыз ғой, бас бірақ тартпаймыз. соңында жаңағыдай төлеңдер деп тұрмаса болды. Сол ғой. Оны түріктер жасайды, оны үндістер жасау мүмкін емес, оны көбінесе жасайтын түріктер. Үндістер жаман қонақ үй беруі мүмкін емес еді, бірақ Сол ғой. Көреміз не болады. Сейчас мы шикарный вид идем, да? А что вы выключили? Ну, потому что я думаю, что больше не нужен, поэтому. Почему? Давайте сейчас. Не нужно будет говорить. Да, я выключил сейчас, идите со мной. Как я вам рассказал, шикарный вид, оттуда вы увидите. И сейчас. Здорово. Смотри. Здесь можно садить, можно пить чай. Вот он наш друг, который нам приглашает. Пожалуйста, садитесь. Шукрия. И потом здесь вы можете снимать фото, видео. Здесь я вам расскажу про Дворец ветров еще раз. Садитесь, или я сижу. Мы приехали в Дворец ветров. Да, И здесь, как я понял, жили жены правда. короля. Да, это точно Да. правда. Это же гарем. Не, это не был гарем. Почему? Это не был гарем. Если здесь жили женщины. Не, пожалуйста, это только место для женщин, которые Джейсинг он строил в 1799 году. Ага. А это почему? Потому что королевская семья, у них тоже желания были. И что мы тоже хотим видеть. И что мы хотим видеть, как люди отмечают праздник, как обычная жизнь, как люди живут по дороге прямо, и что они делают. Да, так поэтому они здесь и строили. И Дворец ветров, почему название? Потому что здесь они строили 958 окна. И вы можете видеть, когда вы оттуда увидите здесь на улице, Ага. тогда вы почти все увидите. И я не увижу вам. Потому что это как занавески для Да я же женщин. вижу. Где? Ну вот, когда кто-то будет там, тогда вы не увидите Ой, его. спасибо. И это специальность для женщин. Почему? Спасибо, почему строили? Потому что это как занавески. Занавеска. Да, это как занавески. Тогда женщин, они что хотят, они все увидят. А местные люди, и что они здесь примерно отмечают праздник или что-то, так они не могут видеть них. Поэтому специальный дизайн вы можете видеть окно вот так. Вот так. Значит, будем смотреть вот так, да? Да, вот. Негізі қызық. Это не был гарем. Это не был гарем, Нет, да? это не был гарем. Но я где-то увидел, что Здесь- это был гарем. Говорят, это раньше был гарем. Говорят. 953 кішкентай терезесі бар. Патша әйелдері қызған қала өмірін тамашалау үшін салынған Хава Махал шын мәнінде өте әдемі ғимарат. Ал біз қала базарына қайта оралайық. Так, вот Как этот базар называется? Это базар название Бабу базар, который один из самых популярных базар в Джайпуре. Ага. А здесь люди почти все продают. Для красоты сколько здесь есть, посмотри. И что они здесь продают, вы сам можете видеть. Здесь туфли есть, одежда есть. Ну, как говорят, в базаре почти все есть, кроме самолета почти все здесь можно купить. Здесь можно торговаться. Торговаться мы любим. Могут украсть что-то. Да, Что могут украсть? Ну, извините, здесь нету. Ну, я только сказал, где толпа. Там только немножко как ушки на макушке. Но здесь все хорошо. Хорошие люди здесь живут. Только примерно где толпа, там должно быть как немножко осторожно и все. Негізі бір күн өткеннен бүгін қара біздің бірінші күніміз Индиядағы, иә? Бір апта жүрген сияқтымыз енді үстінде. иә қаншама нәрсе енді тым біздің ауқым бойынша міне тым колоритный қала да. И бір күнде неше түрлі эмоция сезініп көресің. Қазір барып пан көреміз. Бұл мен өткен бағдарламамда, выпускымда көрсеткен. Бұл
үнділердің есірткісі сияқты табақ қосса, былай оны рахаттануға жасайды. Как я вам рассказал, самое популярное блюдо, которое по дороге прямо. По дороге, да? Это прямо, не только здесь, вокруг, везде Вокруг. войны. Везде. Как я знаю, это должно быть самое популярное блюдо. И это точно, Да. правда. И сосын қазір сол панды көреміз. Панды алған кезде, панды жеген кезде кішкене кайф ұстайсың. Сол кайфты ұстау үшін қазір біздің Мохаммед деген досымызбен бірге барып кайфовать етеміз. Пап, мам, көрсеңіздер, ұрыспаңыздар, біз саяхатшымыз, біз бәрін көру керекпіз. Дұрыс па? Сөйтіп, Джайпурдың ортасында біз нағыз үнді колоритін өзіміздің ішімізден өткізіп жатырмыз осы колоритті. Пан ол үнді насвайы. Соны Джайпур қаласында екі қазақ жігіті іздеп жүргені өте қызық екен. Біз келіп жеттік, панды көреміз. Қазір отты панды көреміз, иә? Иә. वो एक फायर पान इनके लिए आप बनाते हुए दिखा देना इनको, बनाते हुए फिर खिला देना इनको. फायर पान बना रहे हो ना? तो वो on сейчас делает пан с огнем. Сейчас посмотрите, он хочет попробовать пан с огнем. Опан, опан. Как вкус? Лучше всех? Лучше всех? Что он делает? Вот? Да, конечно. गीली डाल दो. वो कह रहा हूँ ये पान जो आग वाला पान अंदर पी जाते हैं, बाहर थूकते हैं. Да, конечно, потому что он сладкий. Нормально. Завести от вас, если нет, не моет. Разъеб. Кинодағыдай. Е. Жулай? Дәмі артты. Жулай, да? Очень вкусно. Еще один. Если губы красные будут, значит, кошка любит как мама. Это здесь военная поговорка. Если нет, тогда Окей. красный нет. Красный. У меня? Нет. भाई वो है आपके पास कागज या नैपकिन कुछ? Дай, болады ғой? Фруктылар бәрін бір-біріне салған, кішкене специи қосқан, сосын специяны. Вообще, как описать вот это чувство? Здесь пан, это там фрукты, чуть-чуть добавили специи. Чуть-чуть специи, чуть-чуть кокос, чуть-чуть... Нет, больше всех они добавляют изюм. Изюм. Изюм и лепесток розы. Лепесток розы тоже можно чувствовать. И потом немножко цвет, как я вам рассказал, коричневый цвет и белый. Поэтому здесь поговорка, когда губы будут красные, тогда точно любит как Чаще мама. будет любить, да? Да, точно любит как мама. Если нет, тогда это просто поговорка здесь военный. Как для девушек поговорка, если хина будет краски, очень, как, тогда жених любит. Примерно. Вот так и все. Это как поговорка. Я не верю. Қазір қолдан жасалған мороженое жейміз балмұздақты. Да, брат. Мынаны жейсің ба? Қолын көрдің бе жаңа? Да? Свободный, почти 40. Достар, Джайпур туралы шығарылымыз аяқталды. Ал біз Нұржан досымызбен Варанаси қаласына аттандық.
Сіздерге осы шығарылым ұнады деген үміттемін. Алда сіздерді Варанаси және Мумбай қалаларынан шығарылымдар күтеді. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.